1936 жылы Қазақстан әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде қазақ басшылары көптеген өнер адамдарымен бірге жақсы тоқсанды алқымдап қалған жыр алыбы Жамбыл ақынды да Кремльге алып барыпты. Кремльде Сталинмен кездесуді күтіп тұрған басшылар сәлемді алдымен Жамбыл Жабаев беруі керек деп шешеді. Бір кезде алтын есікті айқара ашып, Сталин бастаған политбюро мүшелері түгел көрінеді. Оларды қарсы алып, сәлем беретін жәкен жоқ. Бәрі жабылып ақынды іздесе, ол мәрмәр еденге шапанын жайып тастап, уақыты келіп қалған намазын оқып отыр екен. Сасып қалған біздің басшылар демдерін ішіне алып, үн-түнсіз тұрып қалады. Сталин ғана қорқорын саусағына тықылдатып, әр ұлт өзінің дінін құрметтеуі керек деп күлімсіреп, халық сыйлаған ақынға кеншілік жасаған екен. Жәкен асықпай намазын бітіріп, шапанын киіп, белбеуін буынып алып, бері бұрылып, ассалаумағалейкум істеке деген көрінеді. Намазына осылай беріктік танытқан Жамбыл Жабаев әр өлеңі жыр қиссасын бастарда Аллаға бір сыйынып, сөзімнің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма дейді екен. Тек хатшылары оның жырын қағаз бетіне түсірерде, кеңес саясатына қарсы келетін сөздерді жазбай кетіп отырған. Алла тағала осындай тұлғамыздың намаздарын қабыл етіп, жаның жәннат бағына кіруді нәсіп етсін деп тілейміз. Достар, видео ұнаса лайк басуды, пікір қалдыруды және арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Баршаңызға мың алғыс.